Саршаян белгісі үшін тамыз айы қандай болмақ? Достар, егер астрология бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астында инфобокста менің инстаграм, телеграм каналдарыма ссылка бар. Сол жаққа тіркеліп, маған жазсаңыздар сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Және де көптеген ақпарат бар. Сол жақта өздеріңізге қызықты нәрсені табасыз деген ойдамын. 4 тамыз күні жаңадан ай туатын болады. Жаңа энергиямен бастаймыз. Айдың толуы болсын, айдың туылуы болсын, сіздерге өте қатты әсер етеді. Өйткені ай планетасы водный стихияға жатады. Сіздердің белгі де водный стихияға жатады. Әсіресе шаяндарға, балықтарға және саршаяндар сіздерге өте қатты әсер етеді. Сіздер осы кезде қатты эмоциональный боласыздар. Енді айдың туылу кезінде жаңа бір энергия туылады. Яғни ғаламшардан бір энергия бөлінеді. Адам бір нәрсені жасағысы кеп, бастағысы кеп, шабыты ашылып, сондай жағдай болады. Енді бұл жаңа айдың әсері 2 аптаға дейін әсер етеді. Яғни ай толғанша әсер етеді 2 апта. Сіздердің 10-шы секторларыңызда туатын болады. 10-шы сектор бұл сіздің жұлдызнамаңыздағы ең жоғарғы биік нүктесі. Осы кезде өздеріңіздің карьераларыңызға, өзіңіздің қоғамдағы орныңызға, мансабыңызға, жалпы сіздің статусыңызға көңіл бөлетін кезде, осы кезде сіздер өзіңіздің карьераңызды бастасаңыз болады. Сол жаққа көңіл бөлсеңіз болады. Өзіңіздің бір жеке бизнесіңізді бастауға шабытыңыз ашылуы мүмкін. Бұл кезде сіз кез келген өзіңізге жүктелген жұмысты алып шығатын боласыздар. Сіз өте харизмаңызда, шығармашылығыңызда, креативіңізда өте жоғарғы уровеньда болатын болады. Осы кезде көп адамдар мақтау алуы мүмкін, марапат алуы мүмкін, бірінші орын алып жатады, жарыстарда бас жүлдені алуыңыз мүмкін, немесе карьераңызда жоғарылауыңыз мүмкін. Жалпы бірнеше адам болса, соның ішінде сіз көзге түсуіңіз мүмкін. Одан кейін 5 күні Венера планетасы 11-ші секторларыңызға кіретін болады. Венера бұл ақша, махаббат, сіздің комфортыңызға жауап беретін планета. Енді 11-ші сектор болғандықтан басқа адамдар, достарыңыздың арасында сіз востребованный боласыз. Яғни бір жиналулар болса, бір жаңағы жиналыстар болса, бірден сізге көзі түсетін болады. Кез келген адамның сіздің әйелдік энергияңыз жоғары болады. Ал ер адамдар үшін басқалардың көзіне түсу, жаңағы өз-өзіңізді көрсетуге өте керемет бір кезеңдердің бірі деп айтсам болады. Осы кезде өз-өзіңізді жарнамалауға, өзіңіз не қалайсыз соны істеуге, соны айтуға өте керемет кезең. Біреуді ренжітіп алсаңыз, бірінші кешірім сұрауға тырысыңыз. Егер сіз онлайн жұмыс істейтін адам болсаңыз, және сіздің қандай да бір нәтижелеріңіз көрінбей жатса, міндетті түрде анализ жасаңыз, синтез жасаңыз. Қай жерде қателік жіберіп алдым, қай жерді мен дұрыс жасамай жатырмын, нені дұрыс жасамай жатырмын. Сол жердің қатесін түзесеңіздер, сіздердің нәтижелеріңіз мықты болады. Одан кейін тамыз айында напряженный аспект бар. Бұл Сатурн мен Юпитер Марстың арасындағы напряженный аспект. Енді бұл напряженный аспекттар жаман деген сөз жоқ. Яғни жаман жақсы аспект деген жоқ. Мысалы мен гармоничный аспект деймін. Ол гармоничный аспект бұл мүмкіндіктердің аспекті. Яғни сіздің ойда жоқта жолыңыз болуы, немесе сізге сондай нәрсе келіп тұр, бірақ сіз соны көрмейсіз. Гармоничный аспекттар солай жұмыс жасайды. Ал негативный, жаңағы дисгармоничный аспекттар ол адамды бір шегіне жеткізіп, адамды егеп, жаңағы бір нәрсеге итермелейді. Қандай да бір ұрыс, кешке дейін мүмкін бір семьяларда ұрыс болуы мүмкін. Яғни ақша мәселесінде болуы мүмкін, немесе бір-бірін түсініспеушілік, қызғану мәселесі болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі ситуация болады. Сол мәселелер айтылып өзінің бір шегіне жетеді. Сол кезде адам алдыға қарай жүреді. Сондай бір ситуациялар болса, сіздің партнеріңізбен сондай ситуациялар өзінің шегіне жетіп, ары қарай жол көріне бастайды. Сондай бір созылған жұмыстар шешілетін болады. Енді бұндай конфликттер, түсініспеушіліктер сіздерде
жаңа қаржы мәселесінде болуы мүмкін. Бұл сіздің адресіңізге айтылған қандай да бір резкий сөздер болуы мүмкін. Сол мәселесінде конфликтный ситуацияға кіруіңіз мүмкін. Одан кейін 10-шы күні Марс планетасы мен Юпитер бір нүктеде қосылатын болады, және бұл аспекттің бір ерекшелігі Альдебаран деген жұлдыз бар бұл жерде. Ол түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз, яғни сіз осы кезде өзіңіздің өміріңіздегі қараңғы жерді көруіңіз мүмкін. Яғни осы күнге дейін сіздің көзіңіз түспей жүрген жерді көресіз. Өйткені Альдебаран деген бұл адамға үшінші көз сыйлайды, яғни көрегендік сыйлайды. Адам алдын ала бір нәрсені көретін болады, немесе сезетін болады. Қандай да бір конфликтный ситуация келе жатса, сіз оны алдын ала сезетін боласыз. Немесе қандай да бір жұмыстарда сіз алдын ала бір кеңес айта аласыз осы кезде. Немесе өзіңіздің өміріңіздегі бір көрінбейтін жер өте жарық болып көрінетін болады. Сіз ойлайсыз, неге мен осы уақытқа дейін осы бір жерді көрмегенмін, осы бір минусты көрмегенмін, осы бір проблеманы көрмегенмін деп ойлайтын боласыз. Одан кейін 19 күні бізде ай толатын болады. Ай толған кезде кульминация деп айтамын, бір нәрсенің шегіне, апогейіне жетеді. Осы кезде шешім қабылдау керек деп айтамын. Бірақ осы жолы емес, осы жолы барлық жұлдыздар бір-біріне қарама-қарсы болады. Яғни осы кезде планеталар арасында хаос болады. Сондықтан ол бізге де әсер етеді. Қандай да бір шешімдерді 22-24 күндерге қалдырыңыздар. Айдың толуы сіздердің 4-ші секторларыңызда болады. Бұл сіздің отбасыңыз, тұратын жеріңіз. Егер бір жаққа көшу туралы шешім болса, немесе үй алу, жылжымайтын мүлік алу, сол жөнінде барып қол қою керек. Купля-продажа, сатып алу жұмыстарын 22-сінен кейінгіге қалдырсаңыздар болады. Және де бұл жерде сіздің отбасыңыздағы қандай да бір проблемалар шешілетін болады. Сіз осы кезде өзіңіздің басыңызға түскен қысымды сезінуіңіз мүмкін. Яғни сіз осы кезде еркіндікті қалауыңыз мүмкін. Сіз осы кезде өзіңізге жаңағы абьюзерство жасап жатқандай сезінуіңіз мүмкін. Немесе сіз бір қысымда жүргендей, сізге бір давление көрсетіп жатқанын сезінуіңіз мүмкін. Және сіз эмоционалды, психикалық тұрғыдан сіз тәуелсіздікті қалайтын боласыз. Одан кейін 25-нен бастап бізде үлкен тригон деген аспект болады. Бұл өте гармоничный аспект. Бұл жерде өте мощный планеталар қатысады бұл тригонға. Бұл тригон кезінде жаңағы сататын нәрсеңіз болса, сатып алатын нәрсеңіз болса, осы кез өте керемет қолайлы кезеңдердің бірі. Және де осы кезде егер сіз сондай бір салада жұмыс істейтін адам болсаңыз, енді қазір көп адамдар сату саласында жұмыс істейді, яғни сіз осы жерде өзіңіздің экспертностіңізді көрсетуге өте керемет аспект. Яғни сіз қандай да бір проект алатын болсаңыз, немесе қандай да бір жерге келісім шарт жасауға баратын болсаңыз, сіз өзіңізді өте керемет тұрғыдан көрсете аласыз. Өзіңіздің қаншалықты жұмысқа вовлеченный екеніңізді көрсетуге өте керемет кезеңдердің бірі. Одан кейін 28 күні бізде Нептун мен Венераның арасында негативный аспект болады. Енді бұл жерде достарыңызбен қандай да бір напряженный ситуациялар болуы мүмкін, және сіздің балаларыңызбен напряженный ситуациялар болуы мүмкін. Сіздің балаларыңыз сіздің көз қарасыңызды қабылдамауы мүмкін. Бұл жерде ең маңызды нәрсе өзіңіздің көз қарасыңызды балаларға кигізбеңіздер. Олар өздері ойлансын. Олар үшін өздерінің көз қарасы дұрыс қазіргі уақытта. Сол үшін сіздер олармен қатты жаңағы конфликтқа түспеуге тырысыңыздар. Әр адамның өзінің шындығы, өзінің реальності болуы мүмкін. Сол нәрсені өзгертуге тырыспай-ақ қойыңыздар осы кезде. Одан кейін жаз мезгілі болғандықтан суға барады көп адамдар, судан абай болыңыздар. Дәріден, тамақтан, уланудан абай болыңыздар осы кезде. Одан кейін 5 мен 28 аралығында Меркурий планетасы біздің сөйлеуімізге, біздің ойлауымызға, логикамызға жауап беретін планета ретро қозғалысқа кіретін болады. Меркурийдің ретро кезінде техникалық бұйымдар, жаңағы телефондар, ноутбуктар, темір-терсек, үй техникасын немесе көлік алуға кеңес бермеймін.
Одан кейін Меркурий ретро болған кезде сіздер ар жаққа оралатын боласыздар. Нені дұрыс істемедім, қандай қателіктерім бар, нені түзету керек деген ой келетін болады сіздерге. Енді сіздердің 11-ші секторларыңыз болғандықтан бұрын ұрысып қалған, ренжісіп қалған достарыңызбен қайта достасуыңыз мүмкін, немесе солармен жүздесуіңіз мүмкін. Көп араласпай кеткен достарыңызбен жүздесуіңіз мүмкін. Одан кейін бұл сіздің онлайн жұмысыңыз болуы мүмкін. Бәлкім сіз бұрын қандай да бір онлайн жұмыс жасадыңыз, бірақ уақытша жасамайсыз. Сол жұмысқа қайта келуіңіз мүмкін. Міне достар, сіздерге арналған тамыз айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Жұлдыздардың, планеталардың қозғалысын өзімізге тек жақсы жағынан қолданайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.